Армысыздар, құрметті оқырмандар. Әбіш Кекілбаевтың туғанына 85 жыл толуына орай қазақ әдебиетінің туын ұстаушы тақырыбындағы портрет кешін бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне түседі. 1957 жылы университетте әдебиет бірлестігін басқарып, жас талаптар шоғырын жарыққа шығарады. Соңғы курста оқып жүріп, қазақ әдебиеті газетінде қызмет атқарады. 1962-1965 жылдары аралығында Лениншіл жас газетінде бөлім меңгеруші болып істейді. 1965-1968 жылдары Қазақ КСР мәдениет министрлігінде, 70 жылдарда Кеңес армиясы қатарында, 1970-75 жылдары Қазақфильм киностудиясында бас редактор болып, Қазақстан КПСС орталық мәдениет бөлімінде нұсқаушы, сектор меңгерушісі, 1984-86 жылдары КСР мәдениет министрлігінің орынбасары, 86-88 жылдары Қазақстан жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, 1989-1990 жылдары КСР тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамы орталық төрағасы, 1990 жылы КПСС бөлімінің меңгеруші қызметтерін атқарған. Кекілбаев 1939 жылы 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Оңды ауылында Мырзайыр деген жерде дүниеге келген.